Қолдау 2021 жылы сразу тіркелдім басталғалы. Ыңғайлы әрине, себебі тек электронда все виде. Бірінші біз макулатураны өзіміз жинаймыз, газель бар бізде передвижный пункт, және де өздері алып келеді бізге складқа, базаға. Картонды содан кейін біз жинақтап пресстаймыз. Престе тюктап, жаңағы осы тюкпенен сосын заводқа жібереміз фораменен. Біз тиеп болдық, 21 тонна, қазір қағазы ресайклингқа кетіп бара жатыр. Сейчас идет погрузка ПЭТ-бутылки пластиковых отходов в город Чимкент, поселок Бадам, на компанию Green Technology Industrials, который является утилизатором пластиковой упаковки. Сейчас идет погрузка прицепа, в течение 20 минут закончится погрузка, и начнем его оформлять в системе PullDown. Дальше фуру будет сопровождать уже представители компании РОП по пути следования до пункта назначения. Драйвер сияқты заказ қолдаудан кіріп заказ қабылдап аласыздар. Сол жерден бәрін жасап, документ бәрін оформлять ете аласыздар. Мен сізді тыңдап тұрмай айта беріңіз. ТО оператор область беспокоит. Вы по какому маршруту направляетесь? Астана қаласынан Нұр-Сұлтаннан Алматыға Игенов ЖК дан неге Қазақстан қағазына апарып жатыр. Пришла очередная партия стеклобоя, вес которого составляет 19,5 тонн. По результатам анализа данный стеклобой соответствует и пригоден для дальнейшего использования. Май күні Астанадан 606 АЭЗ 17 деген дат турасы келді бізге. Ол жақтан жіберген бестері 16 тонна 800 жіберген. Біз бұл жақтан түсіріп алып қарамен каждый тюкті өлшеп салмағын шығардық. Бізде 16 тонна 471 килограмм шықты. 379 килограмм салмақ разница берді.